Сарымсақ табиғаттағы ең мықты антибиотик екенін білесіз бе? Табиғат бізге барлық жағдай жасап қойған. Соның ішінде ең бізге пайдалы белгілісі бұл прополис және осы сарымсақ. Бұлар өз кезегінде иммуномодуляторлар болып табылады. Олар ешқандай синтетикалық жолмен жасалмаған, табиғаттың өзі бізге дайындап қойған өнімдерінің бірі. Оны тек күнделікті өмірде пайдаланып тұруымыз қажет. Күніне 1 немесе 2 сарымсақтың бөлігін пайдалану сізді көптеген аурулардан сақтай алады. Оның ішінде ең атап өтетіні ол рак клеткаларының оянбауына, рактың біздің ағзамызда дамып кетпеуіне осы чесноктың пайдасы өте көп. Ол жайында Америка ғалымдары 1040 зерттеулер жасап дәлелдеп тастаған. Бірақ өз кезегінде чеснокты осы күйінде пайдалану асқазанға сәл зиян тигізеді. Себебі чесноктың құрамындағы аллицин мен германия асқазанға түскен кезде, егер сіздің асқазаныңызда проблема болса, оны күйдіріп ауруы мүмкін. Сол себепті капсула ретінде чеснокты пайдаланған жөн. Менің қолымдағы мына капсула бір